Әже, киіз басу деген не? Киіз басу деген қызым, ол ежелден келе жатқан қазақ халқының ұлт өнері. Киізден киіз үйге арнап турлық, үзік, түндік жасайды. Және де еденге салатын әдемі текемет істесе болады. Әже, жүнін қайдан алады? Жүнін ана тұрған қойдан алады. Қазір осы жүнді сабап отырмын. Әже, жүнді не үшін сабайды? Жүнді қоқсын кеткізу үшін, іртігін шешу үшін сабайды қызым. Үлпілдету үшін сабайды. Сонда әдемі жүн болады. Әже, маған киіз басуды үйретесің бе? Ой, қарағым, әрине үйретемін. Кел ғой. Бояуса болады. Осы жүннен қазір ою жасаймыз. Кел ғой қарағым. Рахмет, әже, маған киіз басу деген өте қызық екен. Мен ертең құрбыларыма көрсетемін. Қарағым, менің жасаған дүниелерімді, үйреткен нәрселерімді ұмытпа, үйреніп ал, ойыңа сіңіріп ал. Ұлттық мұрамызды ұмытпа, қызым. Әрине, әже.